окуучулар. Мен биология пәнінің мұғалімі Мамбетова Светлана Кекбайқызы. Сабақтың тақырыбы тырағзалардағы электрлік үдерістер. Сабақ мақсаты тырағзалардағы электрлік үдерістерді зерттеу. Сабағымызды бастамас бұрын бейнероликті тамашалап алайық. В 1800 году ученый Александр фон Гумбольдт стал свидетелем того, как несколько электрических угрей пытались защитить себя от приближающихся к реке лошадей. Однако тогда эту историю сочли выдумкой и не поверили ученому. Как оказалось позднее, рыбы, способные генерировать электричество, действительно существуют, а электрические угри как раз и являются такими рыбами. Под водой, где, как правило, мало света, электрические сигналы помогают рыбам общаться между собой, ориентироваться в пространстве, а также находить жертву и оглушать ее. Всего в мире существует около 350 видов рыб, анатомические особенности которых позволяют им генерировать и распознавать электрические сигналы. Эти рыбы делятся на две группы в зависимости от величины вырабатываемого электрического напряжения. Первая группа состоит из слабоэлектрических рыб. Электрические органы этих рыб, расположенные в области хвоста, производят электричество напряжением до 1 вольта, что немного меньше электрического напряжения одной пальчиковой батарейки. Как же работают электрические органы? Сначала через всю нервную систему мозг рыбы посылает сигнал электрическому органу, который состоит из сотен и тысяч электрощитов, клеток дисковидной формы, вырабатывающих электрический ток. Электрощиты выделяют ионы натрия и калия, которые удерживают положительный заряд снаружи и отрицательный внутри. Но когда сигнал, посланный мозгом, поступает в электрический орган, ионный затвор открывается, и положительно заряженные ионы возвращаются внутрь электрощита. Таким образом, одна грань электрощита становится отрицательно заряженной снаружи и положительно заряженной внутри, а другая грань, наоборот, имеет отрицательный заряд внутри и положительный снаружи. Эти переменные заряды и превращают электрощит в настоящий биологический аккумулятор. Особенность создания рыбами электрического разряда заключается также в том, что сигналы мозга одновременно поступают в каждые 100 или 1000 электрощитов. Таким образом, все электрощиты, словно маленькие аккумуляторы, запускаются друг за другом. Эти маленькие электрические разряды от каждого из электрощитов формируют электрическое поле, которое может распространиться на несколько метров вокруг. Клетки, называемые электрорецепторами, позволяют рыбе постоянно чувствовать данное электрическое поле и его мельчайшие искажения, вызванные окружающими объектами. У рыбы-слона, например, удлиненная нижняя губа, напоминающая хоботок, полностью покрыта электрорецепторами. Они помогают данному виду перехватывать электрические импульсы от других рыб, ориентироваться в мутной воде, искать пищу и даже определять, является ли тот или иной организм живым или уже мертвым. Однако рыбы-слоны или другие слабоэлектрические рыбы не способны оглушать жертв или хищников из-за низкого напряжения генерируемых электрических разрядов. Такой способностью обладают только сильные электрические рыбы, к числу которых относятся лишь несколько видов. Стоит отметить, что самой мощной сильной электрической рыбой признан электрический угорь. 3 электрических органа этой рыбы расположены практически по всей длине его 2-метрового тела. Как и слабые электрические рыбы, электрический угорь использует электрические импульсы для общения с другими рыбами и для ориентировки в пространстве. Но свои самые сильные электрические разряды угорь использует для поражения своих жертв. Для этого электрический угорь первым делом генерирует 2 или 3 сильных импульса напряжением до 600 вольт, которые вызывают у жертвы спазм мышц. Затем угорь генерирует несколько быстрых высоковольтных разрядов, которые усиливают спазмы. Эта рыба даже способна принять такое положение тела, которое заставит электрические поля, сформированные 3 электрическими органами, перекрыть друг друга, что втройне усилит напряжение. В итоге жертва, попавшая под влияние 3 электрических полей, теряет свои силы, а угорь может спокойно проглотить еще живую добычу. К сильноэлектрическим рыбам также относится электрический сом, который способен произвести разряд напряжением до 350 вольт с помощью электрического органа, занимающего большую часть его тела, и электрический скат, который с помощью 2 электрических органов, расположенных по обе стороны головы, способен генерировать электрический разряд напряжением до 220 вольт. Видеороликті тамашалап болсақ, енді сабағымызды жалғастырайық. Электр орган деп аталатын биоэлектрлік орган тырағзаның электр энергиясын өндіру және пайдалану үшін мамандандырылған ұлпалар жүйесі.
Италия дәрігері Луиджи Гальвани аяқ табаны мен жүйке арасында кернеу айырмашылығы бар екендігін, яғни жануарларда электр тоғы болатындығын болжады. Гальвани басы алынған бақа денесіне электр кернеуін жіберсе, оның аяқтарында жиырылу пайда болатындығын байқаған. Сөйтіп, ол бұлшықеттерге электр тоғының әсер ететіндігін көрсеткен. Осылайша тірі ағзаларда биотоктардың пайда болатыны анықталды. Қазіргі кезде оны осциллограф деп аталатын прибормен анықтап зерттейді. Биоэлектрлік құбылыс. Тірі жасушалардың барлығының биоэлектрлік белсенділігі болады. Яғни тірі жасушалардың сыртқы жарғашасында электр заряды бар. Бұл цитоплазмадағы және қоршаған ортадағы оң және теріс иондардың біркелкі таралмауынан іске асады. Соның нәтижесінде кез келген тірі жасуша тыныштық жағдайда сырттай оң іш жағында цитоплазмада теріс зарядталады және 60-70 милливольт шамада болады. Жүйке, бұлшықет және безде эпителий қозғыш ұлпаларға жатады. Бұл жасушаларда қоздырғыш әсер еткен кезде жарғақша заряды өзгереді. Оның үстіңгі бетінде 90-120 милливольтқа дейін электр тоғы пайда болады. Аз электрлік балықтарға мормирлар, гимнарктар, гимноттар және тағы басқалар жатқызылады. Электрсіздер басқа балықтардың көпшілігі алдыңғы екі топтың өкілдерінің арнайы электрлі органдары болады. Электрсіз балықтардың арнайы электрлі органы болмайды. Олар бөлетін электр импульстері 100-200 микровольт жүйке ет қызметінен пайда болады. Балықтардың биоэлектрлі кеңістігін сезінуі. Электрлі балықтарда электрлі жайын мен жұлдыз шанаушыдан басқаларында бүйір сызығының сезгіш органдарына жататын арнаулы рецепторлары болады. Электрсіз балықтарда электр рецепторлары болмайды. Дегенмен, бұларда тікелей бұлшықетке немесе жүйке жүйесіне немесе басқа рецепторларға әсер ететін электр тоғын қабылдайтын қабілеттілік бар. Балықтардың электрлі органдары. Көпшілік балықтардың электрлі органдары ет талшықтары. Жылан балықтарда жүйке жасушалары, электрлі жайындарда безді жасушалар. Осы пішіні өзгерген жасушалар электрлі пластинкалар деп аталады. Биоэлектрлі кеңістіктерге әсіресе аз және электрсіз балықтар өте сезімтал. Бұларға әлсіз электр сигналдары жолын бағдарлауға және өзара қарым-қатынасқа қызмет етеді. Барлық электрлі балықтардың электрлі органдары дененің екі бүйірінде симметриялы орналасқан электр пластинкаларынан тұратын заттар. Электрлі органдарының қызметінің орталығы. Электрлі органдарының қызметінің орталығы бір балықтарды, мысалы скаттарда сопақша мидың ірі электрлі үлесі, ал басқаларында жұлын. Скаттардың электрлі органдары өте үлкен, дене салмағының 25%-на жуығы ара ұясы сияқты. Бір орган шамамен 606 бұрышты тік орналасқан призмалардан тұрады. Әрбір призмада 40-қа дейін электрлік пластинкалар болады. Дөңгелек пішінді пластинкалар қоймалы затқа толы. Әрбір призма ерекше электр батареясы. Электрлі жылан балықтардың электрлі органдары. Екі бүйірінде дененің ұзына бойына дерлік созылған және олар призмалардан тұрады, бірақ тік емес кеңістікте орналасқан. Әрбір органда 70 шамалы призма, ал әрбір призмада 6000-дай электрлік пластинкалар болады. Мысалға, үйрек тұмсықты алатын болсақ, өзінің қорегін аулада, қорегінің шығарған импульсын тұмсығы арқылы сезеді. Тірі ағзаларда электр қолданылады. Бейімделу барысында қорғаныш қызметінде, жемін аулауға, байланыс құралы ретінде, ақпараттарды беру үшін және кеңістікті бағдарлау үшін. Енді балалар осы төмендегі кестені толтырайық. Бірінші тапсырма электр тоғын өндіруге қабілетті жануарлар және электрлік потенциалдың туындауы
электрлік потенциалдардың жануарлардағы маңызы. Тапсырманы кәнекей қарайтын болсақ, бірінші тапсырмада электрлі скат, электрлі жайын, электрлі жылармал, тағы басқалар. Электрлік потенциалдың туындауы бұл жүйке бұлшықет және безде эпителий қозғыш ұлпаларының жасушаларына қоздырғыш әсер еткен кезде жарғақшада зарядтардың өзгеруіне пайда болады. Оның үстіңгі бетінде 90-120 милливольт электр тоғы пайда болады. Электрлік потенциалдардың жануарлардағы маңызы бұл жемін аулауға, қорғаныш байланыс құралы, ақпараттарды беру үшін және кеңістікті бағдарлау үшін. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.